Ал енді осы биылғы 2023-2024 қысының бір ауа райын болжашы, Тоқтарбек деген болжаушы осы. Жарайды онда, көпшілік. Ассаламағалейкум, көпшілік амансыздар ма? Мен ауа райынан өз білгенімше биылғы қыстағы негізгі зерттеген есебімнен азын-аулақ сауат берейін сіздерге. Тыңдай отырыңыздар. Биылғы қыс 2012 жылғы қыс болып келеді. Сонда бұл 2011-дің қысы былтыр 2023 жылы 13 мүшелі болып келген. Солтүстік Шыңжаңға недәуір қар жауған. Күні суық болды, бірақ бас-аяғы келте болды қыстың. Биылғы қыс қар жай жаумақшы. 12 айдың 7-8 менен 11 аралығында. Одан қалса 16-сынан 18 аралығында. Одан қалса 27-29 аралығында үш өзгерісі бар. 11 айыңыздың. Бірінші айыңыздың 7-сінен 19 аралығында. Алейкум ассалам. 16-сынан 19 аралығында, 29-30 аралығында осы бірінші айыңызда осы үш өзгерісі бар. Осы жаңағы бірінші айдың 20-сіне дейін жаңағы негізінен 5 өзгерісте қар негізінен жауса жауып қалды, жаумаса қар жоқ. Осыдан кейін қар тоқтап қалады. Одан кейінгі жауын-шашын 3-ші айдың 6-7-сінен басталады. Ол кезде жаңбыр араласып жауып, қар кетіп қалғаннан кейін 3-ші ай, 4-ші ай, 5-ші айдар осы ай ерекше жауынды болады. Жаз тұрым. Жарайды екен. Сонда биыл қыс айтағасын керемет қыс. Бірінші ай мен екінші айдың 20-дарына дейін аралықта менің күн шамасында біраз аяз қатаяды. Қалыпты дәрежеде аяз болады. Күндіз жылы, түні суық. Сонда қыстан қорықпаңыздар, солтүстік Шыңжаңға негізінен қар қалыпты ғана түседі. Қоңырала қыс дейміз. Оңтүстік Шыңжаңның батысына, оңтүстіктің батысына қар түседі. Тауға азғана ғана қар түседі. Сонда қыстан қорқып кетпеңіздер, мен қысқаша айтарым осы. 3-ші айдың 6-7-сінен 11-14 аралығында қарыңыз қайтадан кетіп қалады былтырғы уақытында. Сонда негізінен қаралағыс болады. Қаралағыс негізінен. Ешқандай қорқыныш. Қандай болады? Суық енді қазір қалыпты. Бірінші айдың 12-ші айдың 5-сінен 16-сіне дейін аралықта 10 күн шамасында күн біраз суытады. Одан кейін қайтадан күн жылынып кетеді. Одан кейін суық бірінші айдың 5-сінен басталады. Содан 2-ші айдың 20-дарына дейін азын-аулақ суық болады ғой енді. Дұрыс екен. Сонда мен Алтайдың тауына қаншалық қар жауады енді? Алтайдың тауына қалыпты ғана қар жауады. Мөлшері 70 сантиден өрді, қалың жеріне 1 метр 20 санти шамасында ғана қар болады. Болды, жарайды екен. Мен енді көпшілікке айтарым осы. Ести жүріңіздер, түннен таратып қойыңыздар. Рахмет, аман сау болыңыздар.